Климакс ауруы. Климакс былай қарасаң ауру емес, ол табиғаттың болатын нәрсесі. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Климакс болған жағдайда, көп жағдайда әйелдер көп ауру пайда болады. Осы маған келгендердің ішінен ақ мен алыстан іздемеймін. Барлық материал менің күнделікті жұмысымда. Климакс кезінде, мысалы, кейбіреуде қорқыныш пайда болады. Паника дейміз ғой, паника ауруы пайда болады. Кейбіреуде сүйек-сүйектері, кейбіреуде давление, жүрек, неше түрлі ауру пайда болады. Мінезінде де өзгешеліктер болады климакс кезінде. Өйткені гормон ауысады ғой. Жас гормон шығарып саласыз, ескі гормонды қарсы аласыз. Ана кәртейгенге керек гормонды қарсы аласыз, жас гормонды шығарып саласыз былайша айтқанда. Ал екеуінің бір-біріне кетісуі оңай болмайды ғой. Адам организм ғой. Сондықтан климакс болған әйелдерге ең алдымен айтар едім, іштеріңізді тазалаңыз. Менің жағдайымда, басқаларды білмеймін. Менің клиникамда мысалы, ішкі құрылысты алдымен тазалаймын. Содан кейін кәдімгідей иян дейді, ине саламын кәдімгі. Ине салып барлық энергиясын, сыртқы энергия мен ішкі энергияны бірге тұтастырамын. Одан кейін жаңағы өзінің климакске дейін, климакс дейтін кейбіреуде ранний климакс 44-43 жастарда болады. Ал негізгі климакс 49-50 жастарда ғой. 47 жастан былай қарата болады. Ал ондай жағдайда оның сол жасқа дейін оның нервісі қаншалықты тозды. Бала туды, отбасы бар, жұмысы бар, әлеуметтік жағдайы бар. Оның бәрі әсер етеді ғой әйел адамның. Әйел адамда тас емес қой, таста не қылады, үгітіледі. Сөйтіп, оның алдымен нервін емдеймін. Нервін емдеп, керекті нәрселерді бойына сіңіретін боламын. Мына ойды, мидағы неше түрлі жинап алған мұсырды бәлен жылға, оның бәрін шығару керек болады. Климаксте міндетті түрде әйелдер сол емнен шығу керек. Климакс кезінде адам кәдімгі жын ауруына дейін кетіп қалады. Кәдімгідей неше түрлі жағдай болады. Сондықтан климакс кезінде міндетті түрде климакс болған әйелдер менімен хабарлассыншы. Ең болмаса менің өзімнің кеңесімді айтайын. Өйткені ауырып жүрмесін, менің алдыма келген әйелдерде көбісі климакстан кейін ауырғандар. Климакс кезінде онша білінбей қалады. Тізем ауырды дейді, содан былай болды дейді. Содан кейін барып, бірте-бірте климакстың бәрі аяқталғаннан кейін ауруының барлығы шығады жаңағы. Сақталып қалған аурудың бәрі, бойға тосылып қалған аурудың бәрі шығады. Сондықтан климакс кезінде құрметті әйел жолдастар, міндетті түрде емделіңіздер дегім келеді. Менімен хабарласыңыздар дегім келеді. Содан кейін климакс тек қана әйелге байланысты емес, еркекте де климакс болады. Еркекте де тершеңдік пайда болады, ұйқышылдық пайда болады, ашушаңдық пайда болады. Мінезінде неше түрлі өзгерістер болады. Ол жаңағы еркектерде пролактин көп қой, еркек гормондар көп қой. Сондықтан өте бір еркектерде де қиын жағдай болады. Көбінесе жүрегіне әсер етеді, белдеріне әсер етеді. Бел деген түсініңіздер ғой, белден қалады. Соның барлығын жаңағы климакс туралы болатын болса, өйткені менде осы бір ай бұрын әжептәуір климакс болған еркектерден 2 еркек келді. Бірақ ол климакс деп келген жоқ, аурудан келді. Мінекей, климакстың сіздерге беретін әсерлері туралы айтып отырмын. Менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, осындай керекті кеңестерді алып отыратын боласыздар. Тегін кеңес қой былайша айтқанда. Ал енді емделу жағына келетін болса, онда маған WhatsApp-қа хабарласасыздар. Климакс болған кісілерде біріне-бірі хабар айтып, бірімен-бірі интернет желісінде бөлісіп, болмаса айтып, осындай істеу керек екен деп бір-біріңізге кеңес бере жүріңіздер дегім келеді. Ал енді қандай шөп ішеді дейтін болса, ол енді ұзақ нәрсе, сондықтан шөпті бұл жерде айту мүмкін емес сіздерге. Бірақ климакспен басталған кісілер маған міндетті түрде хабарласып, тіптен жолы түсетін болса, келіп емделіп кетуге де болады. 8 күн деген не ол 8 күн? Бір өзіңізге 8 күн бәлен жыл өмір сүргенде бір 8 күндікті өздеріңізге арнағандарыңыз жөн. Сондықтан өздеріңізді ұмытпаңыздар, климакс болса емделіңіздер. Интернет желісіне бөлісіп, менің жаңағы каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар дегім келеді. Аман сау болайық.